Тахажуд намазы түн ортасында тұрып оқылатын нәпіл намаз. Ол қиям намазы деп те аталады. Бұл арқылы мұсылман адам Құдайға жақындай түседі. Алла тағала Муззаммил сүресінде Мұхаммед пайғамбарға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, опасыз дүниенің тауқыметінен оңашалануға, түнде тұрып құлшылық етуге, Құран аяттарын оқуға бұйырды. Тахажуд намазын оқу міндет емес, мұстахаб. Тахажуд намазының уақыты құптан намазынан кейін таң атқанға дейін жалғасады. Дегенмен түннің соңғы 3-ші бөлігінде оқыған абзал. Раббымыз Алла әр түннің соңғы 3-ші бөлігінде аспан әлеміне түсіп, кім маған дұға етеді, қабыл етейін, кім менен кешірім тілейді, күнәсін кешірейін, кім менен қажетін сұрайды, оған берейін деп айтады. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Ханафи мәзхабы бойынша тахажуд намазының азы 2 ракағат, көбі 8 ракағат етіп оқылады. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын 11 ракағат етіп оқығаны айтылған. Яғни оның 8 ракағаты тахажуд, 3 ракағаты үтір уәжіп намазы. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын парыз намаздардан соң ең абзал намаз, түнгі намаз деген. Түнде намаз оқу пайғамбарымыздың қалдырмайтын әдеті болатын. Бұл туралы Айша анамыз былай деген: пайғамбар түнде табаны жарылып кеткенше намаз оқитын. Бірде мен: уа, Алланың елшісі, неге бұлай етесің? Сенің бұрынғыда, кейінгіде күнәларың кешірілмек пе еді дедім. Сонда ол: олай болса шүкірлі пенде болмайын ба деп жауап берді. Расулалла басқаларды да түнде намаз оқуға тұрғызып соған құлшындыратын. Тахаджуд намазында Фатиха сүресінен кейін 1-ші ракағатта Кафирун сүресін, 2-ші ракағатта Иқлас сүресін немесе қалаған сүрелерді оқуына болады. Тахаджуд намазы үтір намазын оқумен аяқталғаны абзал. Өйткені пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, түнгі намаздарыңды үтір намазбен аяқтаңдар деген. Ұйқы басым болмау үшін намазда Құран аяттарын дауыстап оқу керек. Іштей оқыса да болады. Түнде тұруға шын ниет ету керек. Ерте жату керек. Ұйқыдан тұрып жақсылап дәрет алады және 2, 4, 6 немесе 8 ракағат етіп тахажуд намазын оқиды. Жанұясын тахажуд намазына тұрғызуы, намазды оқығанда Алла тағаланы дәріптеп, рукута барынша ұзақ тұруы, тасбихты көбірек айтып, сәждеде ұзақ жатуы мұстахаб. Алла тағала жасаған құлшылықтарымызды және дұғаларымызды қабыл етсін.